Мысыққа зияныңыз тисе, ол сізді қарғайды дейді. Ал кей жануарлар өзіне жамандық жасаған адамдарды ұзақ уақыт есінде сақтайды екен. Бұл рас па, әлде біз жануарларға адам сияқты мінез таңып жүрміз бе? Талдап көрейік. Интернетте жануарлар кек алады деген оқиғалар өте көп. Біреулер мысығын айтады, біреулер итін айтады, ал кей жаңалықтарда маймылдар, пілдер, тіпті жабайы жануарлар туралы да мысалдар келтіріледі. Ғалымдар бұл тақырыпты көбіне жануарлардың түрі ішіндегі қарым-қатынас арқылы зерттейді. Мысалы, шимпанзелерде сен маған агрессия көрсетсең, мен де саған жауап берем деген мінез байқалған. Яғни, кей жануарларда жауап беру реакциясы болуы мүмкін, бірақ бұл адам сияқты жылдар бойы кек сақтап, жоспар құру деген сөз емес. Тағы бір қызық нәрсе, кей жануарлар әділетсіздікті сезуі мүмкін. Мысалы, капуцин маймылдары бірдей тапсырма үшін басқа маймыл жақсырақ сыйлық алғанын көрсе, ашуланып, тапсырманы орындаудан бас тартқан. Қарғалар да өзіне әділетсіз әрекет жасаған адамдарды есте сақтап, кейін онымен байланысқа түспеуге тырысқан. Яғни кей жануарлар кім әділ, кім әділетсіз екенін ажырата алады. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Пікір қалдырыңыз.